Қостанайда еркін күрестен жасөспірімдер арасындағы халықаралық турнирдің жалауы көтерілді. Бұл дәстүрлі жарыс елімізде осы спорттың дамуына қомақты үлес қосқан тұлға Петр Матушакты еске алуға арналды. Ресей мен Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген 376 балғын балуан 14 салмақ дәрежесі бойынша 2 күн бойы сынға түседі. Олардың арасында Ресей және әлем біріншілігінде көзге түсіп, жасындай жарқырап жүрген жасөспірімдер де бар. Төрешілер Якут, Саха және Тува құрамасы мүшелерінің шеберлігін жоғары бағалап отыр. Облыста еркін күресті дамытып, балуандардың шеберлігін шыңдай түсу, қанатын кеңге жайып келе жатқан халықаралық турнирдің басты мақсаты болып отыр. Былтыр Дагестан командасын алып келгенбіз. Сол біздің мақсатымыз сол. Жаңа балаларымыз осылай мықты балалармен күресіп, деңгейін жоғарылау. Өткенде осы жарыстың алдында дайындықта солармен жаңағы кездесу өткізіп жатырмыз. Біздің балалар ұтылып жатыр. Мен қасымдағы тренерге айтамын, біз осындай балалармен күрескіміз келді ғой. Міне күрескіміз келді. Міне келді. Күресіп жатырмыз, бірақ ұтылып жатырмыз. Міне осылай үйренеміз, осылай не қыламыз. Арт жағында балаларымыз жақсы, олармен өзі күресе бастады.